Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін сіздердің назарларыңызға 25 мен 31 мамыр аралығындағы, яғни мамыр айының көктем мезгілінің соңғы аптасының жорамалын ұсынамын. Сіздерді не күтеді осы уақытта, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде өздеріңіздің жақсы пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Ал енді бастаймыз. 25 мен 31 мамыр. Тоқты. Тоқты жұлдыз белгісінде туылған жандар, сіздердің апталарыңыз өте керемет болады. Өйткені бұл жерде ақшаның келуі, ақшаның сіз былай айтады ғой адамда, жаңағы қазақта айтады ғой, күректеп ақша тапты деп. Яғни сондай күректеп ақша таба аласыз, бірақ еңбегіңіз өте жақсы көрінеді, еленеді, марапатталады, бірақ көп жұмыс жасау керек болады. Яғни сіз қызмет ете отырып, қаншалықты жұмыс жасайтын болсаңыз, қаншалықты өзіңіздің жаңағы еңбегіңізді берсеңіз, соншалықты деңгейде сіз неңізді жаңағы соның есебін аласыз, яғни ақшасын аласыз, құнын аласыз, иә. Өте жақсы, өте керемет уақыт. Бұл уақыттарда сіз ақшаға өздері келгісі келіп тұрады, ақша сізге. Сондай әсіресе саудамен айналысатын, кәсібі бар адамдар үшін де өте қолайлы уақыт. Бұл кездерде сізде бір бағалы құнды дүниелерге қол жеткізуіңіз мүмкін, иә. Мысалы, үй сатып алу, көлік сатып алу деген сияқты, иә. Сондай бір жақсылықтардың болатын аптасы сіздер үшін әрине қуаныштымын. Бірақ егер де сіз жұмыс жасамайтын болсаңыз, ол ақша өзі келеді деп отырмаңыздар, ол келмейді. Ақша өзінен өзі келмейді, тек қана еңбектің арқасында келеді. Сіз қанша жұмыс жасайсыз, соншалықты, иә. Бұл қарым-қатынаста да сондай. Сіз қаншалықты өзіңіз қарым-қатынасқа арнайсыз, соншалықты деңгейде сіз ответный не көресіз, жауап көресіз, иә. Сол. Және жұмыста да, үйде де сондай болады. Барлығы жақсы, денсаулығыңыз жақсы болады, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Жақсы мүмкіндіктердің аптасы. Шынымен де керемет апта. Бұл енді жақсылықтарды білдіреді. Самостоятельно жұмыс жасайсыз, яғни біреу сізге келіп көмектеседі деп айта алмаймын. Өзіңіз жағдайыңыз жақсыраққа өзгерту, барлығы өзіңіздің қолыңызда. Организміңіз жақсы болады, еңбек жақсы, жаңа мүмкіндіктер. Келесі торпақтар. Торпақ жұлдыз белгісіндегі жандар. Негізінде бұл карта ондай бір күшті емес. Не то, что күшті емес, ол онша ұнамайды маған енді. Неге? Потому что сіз бір мәселеде екі ойлылық, екі жақтылық, не істеріңізді білмей тұрсыз, екі ортада тұрсыз, как будто жол көрмей тұрсыз, иә. Яғни қандай шешімдер қабылдаймын, не істеймін, не қыламын деген сияқты ой бар сізде. Бірақ енді бұл онша емес. Өйткені сіз біреудің ойынан, біреудің шешіміне тәуелдісіз, иә. Бұл яғни сізге қатысты шешім шығару. Мысалға, өзге адам сізге қалай шешім қабылдайды, сіз сол шешімді қабылдап, әрі қарата әрекет етуіңіз керек болады. Яғни бұл жерде белгілі бір адамның бар десе барасыз, кел десе келесіз деген сияқты сондай бір дүниесі болуы мүмкін. Денсаулығыңызға мән беріңіз. Бұл карта қай жағдайда қолайсыз? Бұл карта ақша жағынан, жұмыс жағынан қолайсыз. Жаңағыдай ақшаның қай жақтан алатыныңызды білмей тұруыңыз мүмкін. Немесе жұмысыңызда қай жаққа жұмысқа тұрасыз, білмейсіз, жұмыс жоқ. Кейбір адамдарда негативный ойлардың көп келуі, және мазасыздану, өте қатты мазасыздану, тревожный болу, сосын өз-өзіне тұйықталуды білдіреді. Ақшаның жаңағы кідіруі, иә. Солай. Келесі жұлдыз белгі егіздер, яғни близнецы.
егіздер жұлдыз белгісінде туған жандар, бұл карта восьмерка кубков, яғни сізде бұл карта көріп тұрғандарыңыздай бір жерден бір жерге кету, иә, орын ауыстыру, қозғалыс, адамның бір теріс қарауы, бір нәрсеге қатысты теріс қарауы, теріс айналуы білдіреді. Өзгерістер, бұл үлкен өзгерістерді білдіреді, бірақ сіз ол өзгерістерге осознанно, яғни саналы түрде сіз оған дайынсыз, иә. Ол бірақ дайын болғанмен де сіз не істеп отырсыз, сонда да бір зона комфортадан шығуға шамалы қиналып тұрсыз, иә, белгілі бір үйренісіп қалған жеріңізден кетуге, белгілі бір қиындықтарға шамалы іштей бір түрлі болып отырсыз, бірақ сіздің ол өзгерістерді жасау керек екеніңіз уже белгілі, сіз оны білесіз, түсінесіз, и өзгерістерді жасау керек, иә. Мысалға жұмыстан кету, өйткені сіз дамуыңыз керек болады, бір қаладан кету керек болады, бір жерден қарым қатынасты тоқтату деген сияқты, иә, жаңа өзіңізді іздеу, командировкаға кету, немесе бұл просто так кетуді білдірсе, кейде адамда жаңағы басқа жұмысқа немесе командировкаға кетуді де білдіруі мүмкін, иә. Күтпеген шешімдерді қабылдау, және резко өзгерістер, добровольное одиночество, яғни сізде саналы түрдегі жалғыздықты қабылдайсыз и өзгерістерге дайынсыз, жаңа өмірлік кезеңді бастауға дайынсыз, біреумен қалай айтсам екен, шамалы алысқа кетуіңіз мүмкін, немесе қарым қатынас тоқтатуыңыз мүмкін, немесе шамалы жақындарыңызбен басқа қалада өмір сүру керек болады, яғни жақындарыңыздан бөлек, иә. Солай. Келесі жұлдыз белгі шаяндар. Ой, шаяндар. Мен түсінбеймін, негізі бұл карта сіздер ше, қараңыздаршы, мен неге түсінбедім, мынандай карта шығады, мен уже андай онша емес карта шықса кейде маған ұнамайды, не то что ұнамайды, үнемі шығады, иә. Бұл или сіздердің өздеріңіздің қырсық мінездеріңіз ба, или болмаса барлығы прям өміріңіз сондай бір құрдымға кетіп жатыр ма, әлде үнемі бір проблема шығып жатыр ма, мен түсінбедім, или аластатылыңдар, білмеймін енді не айтарымды ше. Мынау деген енді ше, мен уже карта шығарамын сіздерге, вроде нормально шығарғым келеді, бірақ өзін негативный карта шығып кете береді, ал ол менің ашуыма тиеді. Білмеймін неге екенін. Сосын жазып кетіңіздерші, шынымен де сондай бір проблемалар болып жатыр ма сіздерде, или ол ондай емес па, иә. Түсінбедім мен түсінбеймін сіздердің карталарыңызды ше, мен уже менде анда ашулансам бірден басыма тиеді, сондай болып кетті ғой. Енді қараңызшы, бұл карта вообще сіздің тығырыққа тірелуіңізді білдіреді, иә. Бұл тығырыққа тіреліп тұрсыз, неге екенін білмедім, бір өзгерістер сіздің өміріңізде болады, бір нәрседен бас тарту, бір жерден кету, бір нәрсеге нүкте қою, қарым қатынасты тоқтату, үзілу, кету, шығу, сонда енді бұл карта вообще сіз ешқандай ситуацияны өзгерте алмайсыз, біреулеріңіз ажырасып жатсыздар, біреулеріңіз қарым қатынаста өте нашар, прям андай өте нашар қарым қатынастасыздар, біреулеріңізде ақша жағынан қатты қиналып тұрсыздар, біреулеріңіз бір амал жоқ шешім қабылдауға мәжбүрсіз, иә. Мысалы, қарыздарынан құтылу үшін үйін сату деген сияқты ғой, енді бір андай амалсызда істеліп отырған жұмыстарды білдіреді бұл, бірақ сіз оны қаламайсыз, иә. Енді мен бұл картаға мен вообще керемет дүние айта алмаймын, біріншіден. Екіншіден, бұл денсаулықты да тікелей білдіреді, прям денсаулықтың дұрыс болмауы, қан айналымы, ас қорыту, ішкі құрылыстарды, мына неге барлығынан бауырды байқаңыз, бауырыңыз, яғни ана нелерді жүргізетін ше, сорттайтын нелер, организмдер болады ғой, мына жүрегіңізді байқаңыз, көрсету керек сізге. Біреу жүрегі ауыратындар болса, бауырды ауыратын болса, бауырды тексерту керек. Бұл деген кәдімгі андай мән беретін карталардың бірі денсаулыққа келгенде. Сосын басыңыздың дұрыс болмау, басыңыздың айналуы, айналып қалып қалуыңыз мүмкін, Құдай сақтасын енді. Сосын егер көзіңіз ауырып жүрсе, міндетті түрде тексерілу керек, прям болезнь көрініп тұр көзде, қан айналымның дұрыс болмауы, иә, немесе сіздің көңіл күйіңіздің тұрақсыз болуы, сол сіздің тікелей денсаулығыңызға қатты әсер етеді.
күтпеген жерден жағдайдың өзгеруі, иә. Енді мен сіздерге бұндай жорамал айтқым келмейді негізі. Бірақ енді амал жоқ, ол шыққан карта болғаннан кейін мен оны талдауға мәжбүрмін. Сондықтан да міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздаршы, маған обратный отчет маған керек. Если сіздерде ондай емес, жақсы болса, это мен қуаныштымын, шынымен де жақсы, проблема жоқ, әдемі болып жатса, иә, онда қуаныштымын. Ал егерде сондай, шынымен де сондай қиын дүниелер болса, енді білмеймін енді мен. Басқа айтарға сөзім жоқ. Солай. Сосын қатты ашуланасыз бір нәрсеге, мазасызданасыз. Сонда бір білмеймін, ауырлау, бір сіздер өздеріңіз қырсықсыздар ма, білмеймін енді. Мінездеріңізді өзгертіңіздер, пожалуйста. Келесі жұлдыз белгі арыстан. Арыстан жұлдыз белгісіндегі жандар. Негізінде бұл карта өте жаман емес. Бірақ бір мәселе, сізде жұмыс өте көп болады. Бұл аптада сізде жұмыс көп болады. Сіз өзіңіздікін қорғауыңыз керек болады, отстаивание, иә, өзіңіздікін қорғау, өзіңіздікін дәлелдеу, өзіңіздікін дұрыстау. Мысалы, артыңыздан көп сөздер ереді, сөз болады, әңгіме кететіндер көп болады, сізді ұнатпайтындар көп болады, сіздің дүниеңізге қол сұққысы келетіндер көп болады. Бірақ енді сіз оларға жол бермеуіңіз керек, бір, иә. Өйткені сіз и так жол бермейсіз, потому что күресіп жатыр. Адам не істеп жатыр? Күресіп жатыр, қолынан келгеннің барлығын жасайды. Это тоже хорошо, өте жақсы, әрине. Сондықтан да сіздер үшін енді қуаныштымын, иә. Ақша жағынан қорқатын дүние жоқ. Біреуден көңіл қалушылық болуы мүмкін, немесе көңіл толмаушылық болуы мүмкін бір адамға. Бірақ именно белгілі бір дүниелерде сіздер өміріңізде бір негізі тұрақтылық бар. Былайынша жалпы тұрақтылық бар. Жаңа мүмкіндіктерді ашуға мүмкіндігіңіз бар. Біреуді кешіруіңіз мүмкін, иә. Өзіңіздің границаңызды қорғау, тұйықталып, өз-өзіңізбен тұйықталып, ешкіммен сөйлескіңіз келмей, күдіктеніп біреулерден сөйтіп жүруіңіз мүмкін. Және кеңейту керек сіздің круг общения, яғни ортаңызды кеңейту керек, немесе бизнесіңізді кеңейту керек. Егер сондай идея болса, прям күшті, жұмыс жасаңыз, мүмкіндігіңіз бар, жақсы дейді. Денсаулығыңызда жаман емес. На всякий случай, если бір жеріңіз ауырса, міндетті түрде тексеріліп көрінгеніңіз дұрыс шығар. Қарым-қатынасты сақтап қалуға деген күресте болуы мүмкін кейбір адамдарда. Бірақ жан-жақтан көріп тұрсыз ба, күресейін десеңіз, күресуге келмейтін сияқты бір қарасаңыз. Өзіңіздің сізді ренжітіп тұр, иә. Ал күреспейін десеңіз, это тоже жаңағыдай, ол да шамалы дұрыс емес. Енді ол жағынан енді уже көп уақыт ойлану керек. Егер дәл сондай қарым-қатынасқа байланысты мәселе болса, ойланып асықпай шешім қабылдау керек. Именно бұл апта, бұл бір-ақ апта ол аз болуы мүмкін. Сол. Келесі жұлдыз белгі, ол біздегі бикештер. Вау! Видите, как хорошо, бикештер. Сіздер негізі өте жақсы карта шығып кетті, бірақ қолыма басқа карта тиіп тұрған негізі. Сіздерге дейін ба? Но мен осы картаны шығардым. Он әрине жақсы. Бұл біріншіден жақсы. Неге? Значит, қолыма тиіп тұрған карта негізі онша еместеу болып шығайын деп тұрған карта еді, бірақ мына карта что-то шығып кетті. Мынаны алдым мен өзім. Енді екеуін де көрмей шығарам ғой енді, бірақ сонда да. Енді сізге айтайын, вообще мынау мүмкіндіктер сізге беріледі, бірақ аяғыңыздан шалынатын. Өйткені мына картаны шығарайын деп тұрдым да, сосын мынаны алып кетіп едім ғой. Қараңыз, сіздің өзіңіздің несібеңіз бар, иә, өзіңіздің мүмкіндіктеріңіз сізге берілейін деп тұр өмірде, жақсы бір ситуация болайын деп тұр, иә. Бірақ бір аяғыңыздан шалғысы келетін адамның бар екенін, или ол сізді үнемі кері тартып отыратынын, или ол бір белгілі бір кедергі келтіргісі келетінін көрсетеді, бірақ ол кедергі келтіре алмайды. Неге? Потому что мына картаны мен алып шықтым да. Вот. Солай. Енді айтатыным, вообще бұл мүмкіндіктердің картасы, қарым-қатынастың картасы.
қарым қатынас болғанда махаббат, кейбір адамдарда махаббат жақсы жағынан болуы мүмкін, біреулерде іскерлік қарым қатынастар өте жақсы, немесе клиенттеріңізбен өте керемет қарым қатынас орнатуыңыз мүмкін. Жаңа мүмкіндіктер, белгілі бір дүниеге қол жеткізу, бағалы дүниеге қол жеткізуіңіз мүмкін. Ұзақ уақытты долгосрочный жаңағы келіссөздер, немесе бұл еще емделуді білдіреді. Егер бір жеріңіз ауырып жүрсе, бұл ұзақ уақытқа дейін ем алу керек болатынын көрсетіп тұр сізге. Яғни одан қашып құтыла алмайсыз. Алчный бола бермеңіз. Яғни алчный дегенде сараң, сараң болмаңыз. Барынша қолыңыз ашық болсын, сосын тек қана ақша табуым керек деп жақындарыңызға, өзіңізге немесе өміріңізге жеке мән бермей кетпеңіз. Өйткені ақша керек, но шамалы өзіне де қарау керек, үйге де қарау керек дегендей. Материалдық құндылықтарыңыз артады, ақша келеді, толығулар болады, жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып алыңыз деп айтып тұр сізде. Жақсы дүниелер, өзгерістер орын алады. Келесі бізде таразы. Таразы жұлдыз белгісіндегі туылған жандардың бірінші кезекте, енді сіздерге мен алдын ала ескертіп алайын, кейбір неше түрлі адам бар, білмесеңіздер жазбаңыздар, менің бекер ашуымды келтіресіздер. Егер сізге ол қатысты болмаса, не надо жазып, оның көңіліңізге алмаңыз. Ал қатысты болса, мұнда әрине. Сол, біріншіден, бұл измена, прям тікелей көзге шөп салуды білдіретін карта. Яғни бұл или сіздің жаңағы ортаңыз сізді сатып кетуі мүмкін, или бұл сіздің әріптестеріңіз сізді сатып кетуі мүмкін, или ол жақындарыңыздан көңіліңіз қалуы мүмкін, или болмаса бұл кәдімгі тікелей белгілі бір адамыңыз бар, өзіңіздің жартыңыз, екінші жартыңыз, немесе кездесіп жүрген адамыңыз, ол сізге адал емес, көзіңізге шөп салуды білдіреді. Бұл шынымен де именно махаббатта, бұл шынымен де изменаны білдіреді. Изменаны білдіреді, немесе ортаға біреу түсейін деп жүр, түсіп тұр, или сондай сияқты болады. Бұл жерде еще андай кейде болады, мысалы келіні мен жаңағы енесінің арасындағы түсінбестіктер де білдіруі мүмкін. Бұл не обязательно андай үш адам дегенде кім үш адам екені белгісіз ғой, сондай сияқты нәрселер де болуы мүмкін. Бұл жүрегіңіздің ауруы, уайымдау, мазасыздану, тұрақсыздық, ақшадағы тұрақсыздық, эмоциядағы тұрақсыздықты білдіреді, көңіл күйіңіздің болмауын білдіреді, үміт артқан адамыңыз үмітіңізді ақтамайтынын білдіреді. Вообще үміт артпаңыз ешкімге. Сізге айтайын, ешкімге үміт артпаңыз, өзіңізге сеніңіз, өзіңізді бірінші ойлаңыз. Итак, сіздер негізі эгоистсіздер ғой, көбінесе өздеріңізді ойлайсыздар. Но это тоже правильно. Мен оны дұрыс емес деп айтпаймын. Ол да жақсы, бірақ осы кездерде білмеймін, бір әлсіздік болады, сіздің бойыңызда әлсіздік болады, сіз уже как будто шаршаған сияқты боласыз, қолыңызды барлығына бір сілтегіңіз келеді. Но это тоже хорошо, если бір сілтейтін ойыңыз болса да, главное өзіңізді ойлап, басқалар құрсын, болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды дейтін болсаңыз, ол да жаман емес. Солай. Бірақ енді өзіңізге қатты қараңыз, мән беріңіз. Ақша шығыны болуы мүмкін, жоспарланбаған. Келесі жұлдыз белгі сарышаяндар. Сіздердің апталарыңыз қалай болмақ көрейік? Сарышаяндар, сіздердің апталарыңыз жақсы, күшті эмоцияда жүрсіз ғой, сіздер уже неше апта болды, керемет, эмоционально, тук-тук-тук, керемет, барлығына энергия көп, күшті, ой, керемет. Мен сіздер үшін қуаныштымын, әрине, потому что біріншіден сіздердің көңіл күйлеріңіз жақсы болғанын білдіреді, жақсы болатынын білдіреді, ұсыныстар түседі сізге, немесе сіз біреуге ұсыныс айтасыз, немесе машина сатып аласыз, машина сатасыз. Негізі бұл жерде сатып алуды көбінесе білдіреді. Егер сіз жоспарлап жүрсеңіз, прям осы уақытта өте қолайлы апта, именно көлік сатып алуды жоспарлап жүрген адамдар үшін, жақсы машина аласыз ол кезде, или тиімді бағада. Сосын
жақсы керемет жаңалықтар келуі мүмкін сізге. Керемет басыңыздан керемет жағдайды өткізуіңіз мүмкін. Енді қай жағынан қараса да кереметтілікті білдіреді. Поэтому сіздер үшін өте қуаныштымын. Енді армандау, махаббат, бақыттан бас айналу, жаңа сезімдер, жұмысыңыз сізге жаңағы жақсы қуаныш алып келеді. Шығармашылықпен айналысатын адамдар үшін өте күшті уақыт, жаңа мүмкіндіктер, жаңа перспективалар, иә, бастаулар, күтпеген жерден ақшаның келуі мүмкін сізге, иә, жақсы ақшалар келеді. Және өмірге деген құлшынысыңыз күшті болады, сезіміңізге ішкі сеніңіз, және махаббатқа ұмтылыңыз, жақсылықтарға ұмтылыңыз. Өте күшті. Мен сіздер үшін қуаныштымын. Келесі жұлдыз белгі. Это у нас кто? Это у нас мергендер. Ойбай, керемет карта. Мен осы картаны жақсы көрем, прямо жақсы көрем ғой. Прямо жақсы көрем. Өйткені бұл карта точно шығады. Мен өзімнің тәжірибемде прямо андай, менің тәжірибем негізі көп карта точно шығады, бірақ именно осы карта ақшадан точно шығады. Күтпеген жерден ақшаның келуі, күтпеген жерден несібеңіздің көбеюі, иә. Бұл дегеніңіз, күтпеген жерден болғанда негізі сіз білдіңіз, что ол ақша келу керек сізге, бірақ сіз именно осы уақытта түсетінін білмедіңіз, да. И ол ойламаған жерден түседі, немесе сізге керемет ұсыныс түседі, пайдасы бар, иә. Өте бұл деген бұрынғы еккен жемісіңіздің нәтижесін көру. Біреуге көмектескен болсаңыз, ол сізге қайтарады. Бір нәрседен бұрын жұмыс істеген болсаңыз, соның ақшасы түседі. Сондай бір рахат нәрселер болады енді. Керемет нәрселер болады. Мен прям андай сіздер үшін қуаныштымын. Прям ең керемет карта шықты. Мен өзім жақсы көретін. Сыйлықтар алу, сыйлық беру, сатып, өзіңізге сыйлық жасау, иә, бағалы құнды дүниелер сатып алу, даму, жақсы жағынан мақтауларға ие болу, жақсы марапаттауға ие боласыз, иә, белсенді боласыз, денсаулығыңыз да күшті, қамтылған өмір, мырзалық танытасыз біреуге, немесе сізге мырзалық танытады, қыдырасыз. Ештеңеден өзіңізді шектемеңіз, ең бастысы шектемеңіз, барлығы қолыңыздан келеді, қолыңызда. Барлығы жақсы болады дейді. Өте сәттілік серігіңіз болатынын көрсетеді. Қызметте көтерілуіңіз мүмкін. Енді күшті, әдемі, керемет. Вообще сіздер үшін қуаныштымын. Солай. Келесі жұлдыз белгі Тауышқа. Тауышкілер, енді бұл апта сізде жұмыспен байланысты болады, иә. Жұмыспен байланысты болады, махаббатпен байланысты болуы мүмкін. Бірақ енді өзіңіз просто проблема создавать етесіз, хотя қорқатын ештеңе жоқ. Бұл жерде осознанно адам өзіне проблема жасап алу. Яғни білдіңіз, что сондай болатынын, білдіңіз, что қиындықтар болатынын, иә. Бірақ сіз оны саналы түрде жасадыңыз, иә, саналы түрде жасап отырсыз, таңдадыңыз сол жолды. Адам өзі кейде таңдап алады ғой қиын жолды. Сіз өзіңіз сөйтіп таңдап алып отырсыз. Біреулердің кесірінен сізге ауыртпалық түсуі мүмкін, жұмыс өте көп болуы мүмкін. Сіздің бірақ барлығы кейін жақсы болады. Вообще сізде негізі барлығы жақсы болады. Просто это уақытша ғана, иә, бір белгілі бір уақыт қиналасыз, потом уже сіздегі эмоцияңыз керемет болады. Жақсы таңдаулар жасайсыз, жақсы өзгерістер болады, жақсылықтар орын алады. Былай қорқатын дүние жоқ өміріңізде, иә. Денсаулығыңызға мән беріңіз, ең бастысы. Жағдайыңыз жаман болмайды. Вообще жағдайыңыз жаман емес сіздің. Просто уақытша ашулануыңыз мүмкін біреулердің кесірінен, әрине. Бірақ ондай бір қорқатындай, паниковать ететіндей дым жоқ. Сіздің просто мазасыздығыңыз ғой. Өте мазасызсыздар ғой сізде. Просто сіздер көрсетпейсіздер, как будто бір ой керемет сияқты өйтіп түр жасап аласыздар, бірақ ішіңіз андай өртеніп жатады. Это тоже өте нашар қасиет. Бірақ бүкіл проблема болса, қандай кедергі болса, сіз соның бәрін жеңіп шығасыз. Именно осы аптада туындаған мәселелердің барлығын шеше аласыз, иә. Тіпті уақытынан ерте күшті керемет шешуіңіз мүмкін. Сіз тіпті өзіңіз ойламадыңыз, потому что сіз мүмкіндіктеріңізді өзіңіз кейде дұрыс бағаламайсыз, өйткені сізде именно күшті мүмкіндіктер бар. Сіздің
бір өзіңіздің бір миыңыз бірден кейде істеп кететіні бар да, бірақ өзінен өзі вот соны пайдаланатын болсаңыз, сіз әрине күшті жетістікке жетесіз. Бірақ ұрысудың біреумен қажеті жоқ. Берілген тапсырманы сол жасай беріңіз. Яғни ол көп болса да, әділетсіз болса да жасауға тура келеді. Бірақ сіз кейін жақсы өзгерістерге келесіз, иә, солай. Келесі бұл бізде суғылғыштар. О май гад, о май гад. Суғылғыштар это очень плохо деп айтпай ақ қояйын енді. Ондай бір қорқатындай карта емес, бірақ сіз де просто дайын емессіз сіз ондай өзгерістерге. Анау бұл өзгерістердің картасы, бірақ сіз ол өзгерістерге дайын емессіз деп айтамын. Неге? Өйткені бұл жерде тағдыр, сіздің тағдыр, өмір, иә, как будто сіздің өзі дүк барлығын жаңағы бір шешім қабылдауға сізді алып келеді. Ол мысалға сіз бір жерден кетуге алып келеді, бір жерден оны ауыстыруды алып келеді, үйді ауыстыруды, жұмысты ауыстыруды, қала ауыстыруды алып келуі мүмкін. иә, бұл шынымен де кәдімгі өзгерісті білдіреді. Яғни сізде қозғалыс болады. Бір нүктеден екінші нүктеге ауысасыз. Ол точно. Бірақ бұл аптада болмауы да мүмкін ол нәрсе, бірақ бұл аптада сол мәселе басталады. Яғни сіз мысалға үйіңізде біреумен ұрысып қаласыз да, сіз ұрысып қалып уже түсінесіз, что кету керек ол үйден, иә. Или болмаса бұл жаңағы қарым-қатынасты білдіреді. Нүкте қою керек, уже болды, бұл қарым-қатынас әрі қарата жалғаспайтынын сіз түсінесіз, иә, кейбіреулерде. Сосын бұл карта тағы да білдіреді денсаулық. Прям денсаулығыңыз сыр берсе көрініңіз, емделіңіз. Бұл жай қарайтын нәрсе емес, достар. Бұл серьезный нәрсе, резко өзгеріс, белгілі бір дүниенің аяқталуы, уже ол нәрседен қаша алмайтын едіңіз, жағдайды сіз өзгерте алмайтын едіңіз, өз тағдыр ыңғайы соған келіп тұр, иә. Біреулер үйленеді, біреулер ажырасады. Мысалға айтып тұрмын ғой, бұрынғы өмірмен қоштасу, яғни сіз бұрынғыдай болмайсыз. Тіпті сіздің жан дүниеңіз, ойыңыз, санаңыз, немесе белгілі бір дүние туралы көзқарасыңыз ол өзгереді. Сол нәрсені сақтап қаламын деп күтпей ақ қойыңыз, ол нәрсе бәрібір сақталмайды. Өйткені сіз сол нәрсеге дайын болмасаңыз да жоспарыңыз толықтай өзгереді. Денсаулығыңызға мән беріңіз. Өйткені именно эмоциялық жағдайдағы денсаулығыңыз қатты күйзеліске ұшырауы мүмкін. Сосын бұл жерде былай ғой, кейбір адамдарда біреудің басынан өтіп жатқан нәрсе сізге тікелей әсер етеді. Мысалы, сіздің басшылығыңыз өзгеріп жатыр, и сізге ол әсер етуі мүмкін. Сондай сияқты бір моменттер, бір оқиғалар әсер етуі мүмкін сіздің өміріңіздің өзгеруіне. Солай. Келесі жұлдыз белгі балықта. Балық жұлдыз белгісіне туған жандар. Біріншіден мен сізге мен негізі комментарияның барлығын оқимын. Барлығын оқимын. Кейбіреулеріне ашуланған кезде блокқа тастаймын, кейбіреулеріне қуанып қаламын енді жақсы пікірлер жазғанда. Енді мына жерде біреу жазып кетті, сіз картаны дұрыс араластырмай шығара салдыңыз. Біріншіден бұл карталар араласады. Ол араласады. И мен оны и так жаңағы камераның сыртынан араластырамын. Ол солай. Екіншіден ол картаны мен көрмей шығарамын, иә. Және мына карта бұл адамның сіздің жағдайыңыздағы қазіргі бір ішіңізде бір грусть, яғни бір мұңаю, жабырқау сезімнің бар екенін білдіреді, бірақ ол бір жағдайыңыздың қиын болған, жаман болғанын білдірмейді, иә. Бұл сіздің просто өзіңіздің қазір ештеңе зауқыңыз жоқ. Себебі сізде қазір жағдай жаман емес, иә, жағдайыңыз жақсы, көңіл күйіңіз де жоқ. Неге? Өйткені сіз просто өзгерістерді қалайсыз. Сіз қазіргі кезден басқа өзгерістер қалайсыз. Басқа жерге ауысқыңыз келе ма, жұмысыңызды ауыстырғыңыз келе ма, махаббатта сізге бір романтика жетпеуі мүмкін, иә. Немесе сіз өзіңізбен өзіңіз қалықтап аспанда отыруыңыз мүмкін. Бірақ енді сізге айтарым кеңесім, бұл жағдай өзгертетін жағдайда емессіз. Асығыстық танытуға болмайды. Сіз қазір істеп жүрген жұмысыңыздан кетіп қалуға болмайды, тұратын жеріңізден кетіп қалуға болмайды, бір кәсіп бастаймын деп өзіңізбен өзіңіз бірдеңе шығаруға болмайды. Өйткені ол ондайға ыңғайлы уақыт емес. Сіз не істейсіз? Өкініп қалуыңыз мүмкін.
Сіз үйде отырсыз, жылы жерде көріпсіз ғой, қыз үйде жылы жерде тыныштап отыр. Бірақ ана сырттағы болып жатқан жаңа өзгерістерге қарап отыр, иә, жаңбыр жауып жатыр, мынау. Яғни сіз бір өміріңізге ана минустарды алып кеткіңіз келмесе, тыныш қана осы ортада тыныш қана отырыңыз, ешқандай өзгерістер жасамаңыз, барлығы жақсы болады. Главный күтіңіз, уақытын күтіңіз, барлығы керемет. Қарым қатынастағы бір романтика жетіспесе, енді оған да шыдау керек, шамалы күту керек. Немесе партнер ауыстырасыз. Бірақ бұлапта емес. Тұрақтылық бар, главный постоянство бар, тұрақты даму бар сізде, иә. Ақшада жоқ емес, келіп тұр. Сосын денсаулығыңызға мән беріңіз. Үнемі бір нәрсенің қайталана беру просто сізді жалықтырған ғой. Солай. Міне осындай сіздердің жорамалдарыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болса WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.